Ассалаумағалейкум ағайындар, құрметті YouTube арна көрермендері. Мінекей автопапаға келдік, жеттік. Бүгін ақпан айының 12-сі. Артта мінекей ағалар гостиницадан нөмір алайын деп жатырмыз қонақ үйден. Ауа райы жақсы, 7 градус деді. Біреу 5 градус деп отыр, біреу 7 градус дейді. Ешқандай қар жоқ. Бұйырса енді бір сойқан видео болайын деп тұр енді. Ағалар, видео түсіріп бастап жатырмын. Мен түсіруге болмайды деп отыр. Қарамаймын, мен түсіре беремін осы жолы. Ал құрметті ағайындар, бисмилля деп Грузияға, Рустави қаласына келдік. Қонақ үйге кіріп жатырмыз, нөмір аламыз қазір. Лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар, құрметті ағайын. Ал ағайындар, бірден енді жігіттердің барлығы, ағалардың барлығы нөмірлерін алды. Гостиницаға орналасты. Енді бір шоу жасап шығайық. Ақпан айында ешкім шоу жасамапты ғой. Бұл жерде Грузияда көлікпен айналысып жүргендер тек қана көлікті түсіріп сата береді. Жалпы нарық туралы бір ақпарат беріп өтейік. Бір көзбен ғой енді қазір. Амандық болса, бір көзбен айтып өтеміз. Сосын ертең бар, ары күні бар, оның ары күні бар. Жалпылама толықтай детально дейміз ғой. Бүге-шүгесіне дейін тоқтап ақпараттарды аямай беретін боламыз. Енді бір сұрапыл видео болады бұйырса бар ғой енді. Мен де кәдімгі базарды сағынып келдім. Саната деп тұрмын мынау. 2022 жылғы 14.548 мың жүрісі бар екен. Ары қарата BMW бізде 2018 3 объеммен, бағасы жоқ. Camry 70 2018 2.5 құрметті ағайындар. 122 мың миль дейді. Ягуардың бағасы бар ма? 26.800 Ягуар айдайым деген жандар болатын болса, мына бір Outback'ты көріп жіберейік кішкенекей. 21 жылғы достар, 41 мың миль, 41 мың жүрісі. Достар, яғни мен 41 мың, 60 мың, 70 мың жүрісі бар дейтін болса, яғни бірден миль туралы әңгіме болып отады. Сол себепті километр ма, миль ма, қалай деген сияқты әңгімелер болып отатын болса, бірден түсініп алыңыздар. Километр болса, оны ашып бөлек айтам. 2023 жылғы 28 мың жүріспен. Мұнау гибрид нұсқа, бұл 1.6. Бұлар 1.6 нұсқада. 2015 жылғы Мерс. Бағасы өкінішке орай жоқ. 94 мың ба жүрген. Мынанда бағасы жоқ. Ары қарай кете берейік. Lexus NX F-Sport максималды комплектация. Көрейік. 2018 жылғы 18.500. Әлде бағасы ұстап тұрақтап тұр екен. 114 мың жүрісі бар. 2 объеммен 18.500 дейді. Мыналар сол шамамен 16-ға келетін болса, 15-ке, 14-ке келетін болса тамаша негіз. Мына NX-тарды енді сырттан қарасаңыздар, бір әйел адамдар айдайтын, қыздар айдайтын, бір кішкентай ғана көлік сияқты көрінеді. Енді қана экраннан білмеймін сіздерге қалай көрініп тұрған. Жалпы солай көрінеді да, бір түріне қарасаңыз, бір трассада, тас жолда, алыс жолда жүрген кезде бір секең-секең етіп жүретін сияқты. Бірақ мығым, жүрісі жақсы, тартысы өте жақсы. Екі дегенге жаңағындай бағаламай, бір өзінше болып жоғарыдан бұған қарауға болмайды. Бұл NX расында жүрісі, тартысы, маневры, ішіне кірген кезде ішінде де өйтіп асаға тарылып қалмайсыз. Яғни жүргізушіге жақсы комфортты берген. Яғни бұл да әдемі көліктердің бірі негізі. 8.800 долларға 2017 жылға 8.800 доллар дейді, 59 мың ғана жүрген дейді. Жүрісі күшті екен, бірақ мынаның 59 мың жүрген екен. Енді 2017 жылға 59 мың деген, ол енді өте бір таптырмас жүрістердің бірі. 2016 жылға 173 мың жүрдім дейді. Бұл енді Camry енді. Бұл жүре береді, бұл жүргенін жақсы көреді. Жүрсем деп тұрады, жүруді армандап тұрады. Бұның мақсаты жүру. Мынау гибрид екен. Ары қарата тағы да бір гибрид RAV4 2022 жылға 20 мың доллар дейді ағайындар. Мінекей, мына RAV4-ті көрсетіп жіберейік. Не дейді екен бұл? 16.821 жылға 16.800 бұл XLE комплектацияда, бесключевой доступ, push-start, бірақ іші матадан, яғни тряпка деп айтсақ болады. Бізде келесі 2014 жылға 3 объемдық
$14.500 BMW 92.000 жүрісі бар екен. Енді бірақ ондай аса қатты маған ұнамай тұр енді түрінен ше. Кеттік ары қарата. Маздаларды аса қатты адамдар көрмейді, бірақ айтайық 24 жылғы $19.000. 24 жылғы көлікті $19.000 ала алмайсыз негізі. Бұл Мазда болғаннан кейін төмен болып тұр. Неге? Себебі бұған сұраныс өте аз. Сондықтан да бұл өзінің бағасын солай беріп отыр. Мысалға мына Toyota болатын болса, Lexus болатын болса, Subaru болатын болса, баға бәлкім басқа болар еді. Кеттік ары қарата. 2020 жылғы 36.000 ғана жүрген, жүрісі де жақсы екен, бірақ баға жоқ. Ары қарата Santa Fe 2022 баға жоқ. Мына полисаттарды сұрайды. Бұл енді қазір мына шанақ сәл ескі шанақтардың қатарына кіріп қалды. 2022 жылғы неге? Себебі бұдан кейін тағы бір буын пайда болды десек болады. Бірақ ол буын бұл жерде де аса қатты көп емес. Енді осы ақпан айындағы көре береміз енді қалай болатын. Шамамен $35.000 сұрап тұрған сияқты. 35.000 километр дейді достар. Миль емес, міне осылай басып айтайын. 25.000 километр 2022 жылғы $35.000 сияқты. Кеттік ары қарата көрейік. Мына Subaru'лар не дейді екен? 8.900 2016 жылғы максималды комплектациялардың бірі. Рестайл нұсқа 2017 $10.800. Жүрісі не дейді? Жүрісі жазылмаған. Бұл да комплектациясы жақсы екен. Рестайл нұсқа. Міне 12.800-ге Sienna. 12.800. XLA комплектацияда 117.000 жүрген дейді. 2015 жылғы 6 айда құрастырылған деп өзінше әйтеуір ақпарат беруге тырысыпты. Жанында тағы да бір Sienna тұр, міне 2016 жылғы. Бұның бағасы жоқ. Енді бірақ мына түрге қарағанда маған мына түр ұнаңқырайды енді. Мынаның түріне қарағанда мынаның түрі маған ұнайды. Ал түр болғанда да бұл жерде алдыңғы торы, олардың жарық шамдары, олардың бамперлары ғой, қысқасын айтқан кезде. Достар, енді ақпан айына қатысты ақпаратты айтып өтейік. Терминал, мына жерде терминалда көліктер толыңқырап қалған. Толыңқырап емес, толып тұр десек болады. Өйткені мен қаңтар айының басында келген кезде көңіл күйім түсіп кеткен. Неге? Өйткені аса қатты көліктерді байқай алмадым, жаңа завоздарды көре алмағанмын. Мына жерде енді өздеріңіз қарап тұрсаңыздар, бұл көліктердің терминалдың өзі де толып тұр. Қосымша арғы жақтың базарларынан да жаңа автопапа жоғары жақтан қараған кезде көліктердің саны едәуір көбейген екен. Бұл енді біздің көңіл күйімізді көтерді. Өйткені сонау алыстан ат шаптырып келгеннен кейін, ат терлетіп келгеннен кейін біздерге көліктен таңдау болған жақсы. Біріншіден жақсы көлік таңдаймыз, екіншіден көліктерді ертерек тездетіп аламыз. Яғни жұмыс жемісті болады деген сөз. Сондықтан да достар, ақпан айындағы жағдай базарда көліктердің саны жалпы бар. Оның үстіне бүгін бейсенбі, ертең жұма, сенбі, жексенбі күндері көліктер тағы қосылатын болса, яғни аузы мұрнынан шығайын деп тұр десек болады бұйырса енді. Оны уақыт көрсетеді, оны қосымша тағы айтамын. Базарға кіргеннен бірден байқалып тұр, мінекей спорт-лыждардың саны көбейіп жатқан сияқты. Саренталардың саны көбейіп жатқан сияқты. Мына спорт-лыж жаңа 2022 жылғы шанақ, 21.000 ғана жүрісі бар. Мына Сарента баға жоқ, 22 жылғы. Мына Сарента енді түрі өте әдемі. Предмаксималды комплектация 360 жоқ демесеңіз, проекция жоқ демесеңіз, қалғанның бәрі бар. 55.000 ғана жүрісі бар. Тұрысы енді өте әдемі. Түсі де өзіне сондай жарасымды. Келесі мына спорт-лыж, бұның да бағасы жоқ екен. Яғни Киялардың кроссоверлары жаймен көбейе бастаған сияқты. Бұл енді базарға кіре салысымен байқап отқан. 2023 жылғы мінекей жаңа нұсқалардың бірі. Алдыңғы торларын көрсеңіздер, байқаған шығарсыздар, жарық шамдарында өзгерістер бар, яғни рестайл нұсқада. Ары қарай кеттік енді. Қалай болып жатыр екен, бір көріп өтейік. Сіздерде осы бір базарда жүргендей бір әсер алсаңыздар, бөлмей түсірейін да лайфпен. Кәбестер келе бастаған сияқты мінекей. 16.500, 110.000 километр дейді, миль емес. 1.6 турбо, 2020 жылғы. Так, мына 55 не дейді? 8400 дейді ағайындар. Комплектация 2015 жылғы комплектация. XLA деп айтсақ болады. Бірақ кілтпен екен. Здравствуйте.
Ішін қараңыздар. Тап-таза, әп-әдемі. Мінекей қараңыздар. Былғары қосымша алькантарамен қосылып жасалған. Және де алдыңғы подогрев сиденьялары бар екен. Климаттары бар деген сияқты. Сондай түрі черный бриллиант дейміз ғой, енді қап-қара түстен әдемі болып тұр екен. Жаңа қанша дедік? 8400 деп тұр ма? Баға, 8400. Бағаны әдемі беріп тұр. Сол 400-ді бір лақтырсам, 8-ге сатсам, құдайым деп, бұл да бір дұғасын жасап келіп отқан адамдардың бірі ғой. Біздер келеміз ол 8-ден төмен қарай түс деп қан ішеміз. Әдемі екен. За 7500, за 7300. Мінекей 7500, 7300 шамамен беріп болам деп екіншісінде көрсетіп жатырмын. 7008 деп көрсетіп қойған. 2013 ассалаумағалейкум. 2013 жылғы жаңа ғана қара 55-тің иесі. Енді Carfax'тарын қарау керек достар, енді бірден бағаларын көрсетіп өтейін. 7800 деген 7-5-ке деді ма, қанша 7-2 деді ма, 7-3 деді ма, сондайға беріп болам дейді. Бәлкім тағы да қинап жіберетін болсаң, тағы да бір $200 секіретін сияқты. Қысқасы, жақсы. Негізін Т3-тен бастаймыз ғой әрқашанда. Мұндай көліктер жоқ болатын негізі. Ascent кеттік 2021 жылға $16,000. 21 жылғы $16,000. Жақсы. Ары қарай кеттік. Так, RAV4-тің бағасы жоқ. Мынау не деп тұр екен? Бізде SR5 18500 2017 жылғы Forerunner. SR5 ары қарата. Мерстің бағасы жоқ. Тағы бір олдбак бізде. Мынау қанша дейді? 15700 дейді. 10700 ба? 15700 ғой деймін. 78000 жүрісімен 2021 жылға. Міне әп-әдемі. 15700 дейді. Түседі ғой енді. Limited комплектация дейді. Мінекей Jeep Grand Cherokee. Мына Grand Cherokee достар, мен сіздерге айтайын. Енді бұның жүрісі деген енді сұмдық енді. Бұның тартысы деген бөлек енді. Мына Grand Cherokee-ді айдаған адамдар біледі. Бұны енді басқа көліктермен салыстыруға болмайды. Олар 3/6 қозғалтқышпен жүретін болса, $35,000 2023 жылғы дейді. Енді мынау енді көлікті айдаған кезде енді сұмдық енді. Кәдімгі төресі десек болады. Бұны көбісі бағалай бермейді біздің Қазақстанда. Бірақ енді мынаны айдасаңыз сұмдық енді. Тартысы деген сұмдық бұның. Ары қарата кеттік. $65,000 2024 жылға RX 350 гибрид нұсқасы 2/5 гибрид жүреді бұлар. $65,000 2024. Енді жаңа көліктердің қатарында 3 жылдыққа кіретін көліктер десек болады. Мына бір жалпы Forrester'ды көрсетіп өтейін. Баға өкінішке орай жоқ екен, және де мінекей. Соңғы шанақтағы Toyota Prado 2/4 турбо. Бұл официал ретінде, яғни ресми Toyota біздердің үйреншікті Toyota орталығы, яғни біздің табылуымыз километрмен көрсетеді. Лобовойды ауыстыру керек. Өзінің оригинал лобовоймен тұр екен алдыңғы терезесі, бірақ өкінішке орай шытынаған екен. Ауыстыру керек. $58,000. Бұл да енді мәселе емес, өзінің оригинал терезесіне ауыстыра салуға болады негізі. Жалпы енді басқа жағдайларында, басқа жерлерінде ешқандай шытынау болмайтын болса. Ары қарай кеттік. Жақсы, көліктер бар сияқты. Арғы жақтарды көріп отырмын. Өткен жолдары келгенде арасында алабажақ болып, көп жерлері бос болып ататын. Мінекей мынау сияқты. Мынау енді бүгін кеше сатылған көліктер. Ол біреудің орны екінші көлігін алып келеді деген сөз. Бұйырса енді сенбі күні қайнайын деп тұрған сияқты базар. Қысқасы, базар қалпына келіп жатыр, өзінің деңгейіне келіп жатыр. Ақпандағы жағдай осы. Менің көңілімнен басы шығып жатыр. $6400 достар, 2014 жылға 165,000 жүрісі бар. 6400, мінекей арзан көлік керек деген жандар, арзан көліктерді тауып бере береміз. Осындамыз. Тапсырыс беремін деген жандар, мархабат, тапсырыстарыңызды беріңіздер. Осындамыз. Алып бәрін жібереміз. 7500-ге міне Optima. Өзіңіз ойлаңыз, 120,000 елмен. Қараңызшы, комплектация қандай. 7500 дейді. Мына 7000-ға 6-8-ге алып кетсеңіз тіпті керемет қой. Төбеде панорама, 5-ключевой доступ, push-start, іші кожа тряпкамен аралас комбинированный. Дисктерді қараңыз. Артын қараңыз, алдын қараңыз, қандай әдемі. Негізі достар, осы жерде мен айтып өтейін, қазір бір жақсы жері доллардың бағамы түсіп тұр.
доллардың бағасы түсіп тұр. Бұл біріншіден автокөлік сатып алғанға бұл тиімді болады. Өйткені осы уақытқа дейін біздер 580 мен кеп көлік сатып алған күндеріміз болған доллардың бағамы. Қазір 499, 498, тіпті 495-ке де түскен сәттер болды, қателеспесем. Сол себепті доллар төмен түсті, достар. Көлікті алып алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Бұл біріншіден арзан. Екіншіден растаможка. Растаможка біздерде доллармен есептеледі. Доллармен есептеледі, доллардың курсына қарайды. Сондықтан да растаможканың бағасы да салыстырмалы түрде арзан шығатын болады. Мен енді есептеп отырмын, 580 курспен келген адамдар миллион теңгеге қымбат алған екен көліктерін. Растаможкасы бар, көлік сатып алу моменттері бар. Сол үшін курс түсті, бұл сіздерге тиімді деген сөз. Сондықтан да достар, осындай моменттерді жібермеуге тырысыңыздар. Енді ары қарата мен бармай-ақ қояйын. Мына көрініп тұр ғой өзде базардың көліктердің бәрі толып тұрған екен. Нарық ары қарата қосымша кетеді, мына жақ кетеді, оның ар жағы кетеді, ар жағында Кавказымыз бар, Тамайда шеде базарларымыз бар деген сияқты. Сол үшін енді аралауды амандық болса ертең бастаймыз. Ертең қосымша тағы да видеолар түсірем, бәрін айтам, көрсетем. Мынаны көріп кетейікші. Бағасы жоқ екен. Сондықтан да достар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Ақпан айы, бүгін 12-ші жұлдызы. Осы 12-сіндегі актуалды көліктер, актуалды бағалар десек болады. Бұйырса енді келесі автотур Грузияға алла қаласа 12-ші наурызға қойдық. 8-ші наурыз аналарымызды, әйелдерімізді, қыздарымызды, әпкелерімізді, қарындастарымызды жақсылап тұрып құттықтап аламыз. 8-ші наурызда алла қаласа. Сөйтіп иығымыздағы жүкті тастаймыз да Грузияға қарай тартамыз. Сондықтан да достар, келесі Грузияға автотур қашан дейтін болсаңыздар, 12-сі ертерек билет алыңыздар, арзан кезінде ертерек дайындалыңыздар, бірге автотурмен келуді нәсіп етсін дейміз. Достар, келесі кездескенше, енді ертең жаңа видео шыққанша Алла абыройдан айырылмасын, жеңісті жемісті күндеріміз көп болсын ағайын.